Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы Құдыкенова Жұлдыз Маратовна. Есімдік оның мағынасына қарай жіктелуі. Ахмеди Ысқақұлы Ысқақов есімдіктерді жеке сөз табы ретінде зерттеп қарастырған. Құдайберген Қуанұлы Жұбанов есімдіктерді орынбасар есімдер деп атаған. Қазақ тілі грамматикасы оқулығында есімдік лексика-семантикалық сипаты, морфологиялық ерекшеліктері және синтаксистік қызметтеріне байланысты жеке бір дербес сөз табы деп айтылған. Есімдіктердің шығу төркіні жағынан екі топқа бөлінеді. Біріншісі, өте ерте заманнан келе жатқан байырғы түбір есімдіктер. Екіншісі, соңғы кездерде туып қалыптасқан есімдіктер. Олардың үш жасалу тәсілі бар. Біріншісі, лексикалық жолмен жасалған. Екіншісі, морфологиялық тәсіл арқылы жасалған. Үшіншісі, синтаксистік тәсіл арқылы жасалған. Есімдіктердің 7 мағыналық түрлері бар. Олар жіктеу есімдіктері, сілтеу есімдіктері, сұрау есімдіктері, өздік есімдігі, жалпылау есімдіктері, болымсыздық есімдіктері және де белгісіздік есімдік. Жіктеу есімдіктеріне белгілі бір жақты білдіру үшін қолданылатын сөздер жатады. Жіктеу есімдіктері мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Жіктеу есімдіктерінің өзіндік беретін мағыналары бар. Жіктеу есімдіктері әрқилы морфологиялық түрлендіруші формаларды қабылдай алады. Мысалы, атау септік кім? Ол. Ілік септік кімнің? Оның. Барыс септік кімге? Оған. Табыс септік кімді? Оны. Жатыс септік кімде? Онда. Шығыс септік кімнен? Одан. Көмектес септік кіммен? Онымен. Сілтеу есімдіктеріне бұл, осы, анау, мынау, сол, сонау, осынау, ана, мына, әне, міне деген сөздер жатады. Сілтеу есімдіктерінің негізгі мағынасы аралық қатынасты білдіру. Демек, сілтеу есімдіктері тілде сөйлеушіге алыс не жақын маңдағы заттарды, құбылыстарды сілтеу, нұсқау, көрсету үшін қолданылады. Сілтеу есімдіктерінің бәрі бірдей көптік жалғауын қабылдай бермейді. Міне, әне, сонау есімдіктері септелмейді. Ал анау, мынау, осынау сияқты түрлері тәуелденіп барып септеледі. Септелетін сілтеу есімдіктеріне мына сөздер жатады. Бұл, сол, ол, осы, мына, ана. Сұрау есімдіктері заттар мен құбылыстардың атын, санын, сапасын, мекенін, мезгілін, амалын білдіреді. Сұрау есімдіктерінің түрлену ерекшеліктері мынадай. Кім, не, қайсы, нешеу есімдіктері ғана тәуелденеді. Кім, қандай, қалай, қайсы есімдіктеріне жіктік жалғаулары жалғанады. Кім, не, қайсы, нешеу есімдіктері септеледі. Кім, не, қайсы, неше есімдіктеріне көптік жалғауы жалғанады. Өздік есімдіктеріне өз түбірінен тараған сөздер жатады. Өздік есімдіктері тәуелдіктің нікі-дікі формасында да жұмсала береді. Септік жалғаулары тәуелденген зат есімдердің септелу ізімен жалғанады. Жалпылау есімдіктері белгілі бір заттар мен құбылыстардың жиынтығына немесе
толық қамтылуына нұсқай айтылатын жинақты жалпылау мағынадағы сөздер жатады. Тәуелдік жалғаулары бар, барлық, барша, бәрі сөздеріне ортақ тәуелдену түрінде ғана жалғанады. Атрибуттық мәндегі күллі, бүкіл, тамам есімдіктері тәуелденбейді. Жіктік жалғауы жалпылау есімдіктеріне жалғанбайды. Субстантивтенген түрлері ғана тәуелденіп барып, белгісіздік есімдіктері деп заттар мен құбылыстарды анық ашып айтпай, белгісіз мәнде айтылатын сөздерді айтамыз. Мысалы, біреу тойып секіреді, біреу тонып секіреді. Белгісіздік есімдіктері көбінесе бір, әр, әлде сөздерінің басқа есімдіктермен бірігуі арқылы жасалынады. Біреу, бірнеше, бір, кейбір есімдіктер тек ортақ тәуелдену түрінде тәуелдік жалғауларын қабылдайды. Белгісіздік есімдіктері жіктік жалғауларын қабылдамайды. Көптік жалғаулары бірдене, бір нәрсе, біреу, әлдекім, әлдене, әркім, әрдене, кейбіреу есімдіктеріне жалғанады. Бір, бірнеше, кейбір, кейбіреу, әлденеше, әрбір есімдіктері тәуелденіп барып, септік жалғауларын қабылдайды. Болымсыздық есімдіктері болымсыздық мағынада қолданылады. Болымсыздық есімдіктері көбінесе еш деген сөзбен кейбір есімдіктердің тіркесуі негізінде жасалынады. Яғни, еш сөзі басқа болымсыздық есімдігін жасауға негіз болады. Болымсыздық есімдіктеріне бірде-бір, дәнене, түк, дым деген сөздер де жатады. Болымсыздық есімдіктері жіктік жалғауларын және көптік жалғауларын тікелей қабылдамайды. Көптік жалғаулары ештеңе, еш нәрсе, ешқайсы, дәнене, түк есімдіктеріне тәуелдік жалғаулармен бірге жүріп жалғанады. Ешкім, ештеңе, еш нәрсе, дәнене, түк есімдіктері жекеше түрде тәуелденеді. Ешбір, бірде-бір есімдіктері көпше түрінде де тәуелденеді. Болымсыздық есімдіктерінің септелу жүйесі біркелкі емес. Субстантивтік ешкім, ештеңе, еш нәрсе, дәнене, түк есімдіктері жекеше түрінде септік жалғауларының барлық формаларын қабылдайды. Көпше түрінде септелмейді. Тәуелденген түрінде жекеше көпше түрінде септеледі. Атрибутивтік ешбір, ешқайсы, ешқандай, бірде-бір есімдіктері жай түрінде септелмейді. Ал тәуелденген кезде жекеше түрінде екінші, үшінші жақтарды септеледі. Сонымен, біз сіздермен есімдіктің мағыналық түрлері, олардың түрлену жүйесін қарастырдық.